Баршаңызға сәлем, пайдалы арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда осы гүлдерімізге үй жағдайында жасалатын керемет тыңайтқыш айтатын боламын. Ендеше бірінші тыңайтқыш сіріңкеден жасалатын тыңайтқыш. Осы сіріңкеде күкірт болғандықтан гүлдерімізге пайдалы. Өйткені осы күкіртте макро элементтерге өте бай. Сонымен бірге осы сіріңкеміз гүлдерімізді көбіне құтыла алмай жүрген зиянкестерімізден қорғайтын болады. Енді осы сіріңкені гүлдерімізге қалай қолданамыз? Осы гүлдеріміздің топырағына бірлеп арасы 2 см, 3 см-ден бас жағын осылай тығып шығамыз. Осылай сіріңкені пайдалану арқылы гүлдерімізді зиянкестерден қорғайтын боламыз. Сонымен бірге пайдасы гүлдеріміздің жапырақтарының жақсы өсуіне, гүлдеріміздің тез жетілуіне өзінің пайдасын тигізіп отырады. Осы сіріңкені топырақтарына тығу арқылы барлық гүлдерге қолдансаңыз болады. Келесі осы сіріңкеден суғару арқылы тыңайтқыш жасайтын боламыз. Осы сіріңкені ыдысымызға саламыз. Осы ыдысымыздың үстіне үй жағдайында тұрған жылы суды құямыз. Осы суда сіріңкеміздің басы еріп, суымыздың түсі басқа түске ауысқанша осы суда қақпағын жауып 1-2 күнге қараңғы жерге қоятын боламыз. 1-2 күннен кейін басындағы күкіртінің бәрі еріп болғаннан кейін ішіндегі таяқшалардың барлығын сүзіп алып пайдалануға болады. Осы әдіспен біз шыбындарды жойып, олардың көбеюіне жол бермейміз. Әр 3 апта сайын сіріңкемізді жаңартып отырамыз. Екінші әдісімен бөлісіп кетейін. Көріп тұрғандарыңыздай вазелин, үй жағдайындағы вазелин. Қыздар, мен бүгін сіздерге практикалық ақпаратпен келдім. Олар сізге өте пайдалы болады. Мен сияқты үйде тірі гүлдерді көргенді ұнататындар, бірақ менің гүлдерімде жәндіктер мен шыбындар проблемасы бар. Мұның шешімі өте оңай. Біз үйде бар вазелинді кішкене мақтаның көмегімен гүл құмырасының аузына жағамыз. Осымен бітті. Осы әдістен кейін шыбындар да, жәндіктер де келмейді. Үйде сіздер де қолданып көріңіздер. Вазелинде шипалық қасиеті бар. Әлемде ең танымал әмбебап майларының бірі вазелин екен. Вазелинді көп дегенде үй жағдайында қолданамыз. Яғни сырға таққан кезде, ерін жарылған кезде, немесе шашты әрлеу үшін, қасымызды әрлеу үшін көбіне қолданамыз. Вазелин минералдық май мен қатты көмірсутектердің бір текті май тәрізді қоспасы. Мұнайдан алынатын май тәрізді қоймалжың зат. Вазелинді қатты көмірсутектерді балқытып, немесе оларды минералдық майлардағы қоспасынан алады. Оны күкірт қышқылымен және ағартқыш сазбен тазартады. Мұнда қолданатын медициналық, технологиялық өнеркәсіптерде қолданылады кеңінен. Сіріңге салынған тыңайтқышымыз да дайын болды. Мен бір күнге қалдырып, енді гүлдерімізге қолдансақ болады. Суымыздың түсі өзгеріп, сіріңкенің басындағы күкірттері еріп, судың түсі өзгерген. Бұны жақсылап сүзіп алып, гүлдерімізге қолдансақ болады. 2 аптада 1 рет құюларыңызға болады. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода үй жағдайында тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.